Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен тез арада дайын болатын, кез келген дастарханның көркін ашатын өте дәмді грек салатының рецептісімен бөлісемін. Ол үшін салатқа керекті азық-түліктерді төмендегі описаниеге мөлшерімен жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен қиярымызды төртбұрыштап турап аламыз. Келесі кезекте қызанағымызды да осылай тураймыз. Екеуін теңдеу ыдысқа саламыз. Келесі кезекте тәтті болгар бұрышын осы видеода көрсетілгендей ғып тураймыз. Тым қатты майда тураудың керегі жоқ. Және брынзамызды төртбұрыштап турап аламыз. Барлығын бірге қосамыз, ыдысқа салып, одан кейінгі кезекте соусымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін ең алдымен салатқа керекті соусқа бір ас қасық оливке майын құямыз. Жарты шай қасық қара бұрышымызды саламыз, және жарты шай қасық тұз, және бір шай қасық орегано дәмдеу үшін қосамыз. Үстіне бір десертный қасықпен лимон соғын құямыз. Және бір түйір сарымсағымызды майдалап қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, дайын болған соусымызды салаттың үстіне құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, тарелкамызға орналастырамыз. Тарелканың бетіне ең әуелі салат жапырақтарын қойып аламыз. Үстіне салатымызды салып, оны зәйтүнмен әсемдейміз. Міне керемет дәмді салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер.